Психологиялық тест. Сіз қайсы суретті таңдадыңыз? Егер де сіздің көзіңізге бірінші сурет көрінген болса, сіздің ішіңізде ішкі тыныштықты қатты қалап жатырсыз деген сөз. Сіз табиғаттан, тыныштықтан, жалғыз өзіңіз қалғаннан көп эмоция аласыз. Бірақ сіз көп уақыт бойы жоқ деп айта алмайсыз. Айналаңыздағы адамдардан қатты шаршағансыз. Ішіңізде внутренняя пустота бар. Егер де осы сезімнен арылмасаңыз, сіз одан сайын выгорание состояниесіне кіре беретін боласыз. Екінші суретті таңдаған қыздар барлығын өзінде тащить ететін мықты әйелдер. Яғни үй, услуга, кредит, бала шаға, тамақ, быт барлығын өзінде арқалап жүрген шаршаған әйелдер. Яғни ол қазір не еркек екенін сезіне алмайды, не әйел екенін сезіне алмайды. Внутренне қатты пустотаға түсіп кетті. Мен кіммін, мен не істеп жүрмін деген сұрақтармен өзін мазалап жүр. Үшінші суретті таңдаған қыздар, үшінші суретті таңдаған адамдар уақыттан қатты шектеліп жатыр. Яғни қаншама жылдар бойы өзінің эмоциясын, энергиясын өзінде ұстап жүреді. Уақыттан как будто біреуден қалып бара жатқан сияқты, как будто біреу олардан озып бара жатқан сияқты сезімдерді жиі басынан өткеретін болады. Төртінші суретті таңдаған жандар болса, ол адамдар өте ұзақ уақыт бойы маскада, образда өмір сүріп жүрген аналар. Жақсы келін болуға тырысады, жақсы әйел болуға тырысады, жақсы жұмысшы болуға тырысады, бірақ оларда ешқашанда сен жақсысың деген сөз айтылмайды. Всегда тоже внутренняя борьбаға кіріп кетеді. Егер де мен өзімді таныдым, менде выгорание, стресс, внутренняя пустота, жалпы мен шаршаған әйелмін, эмоциямды шығарып үйренгім келеді, өзімді толыққанды жұмыс жасап өзгерткім келеді, мына тест маған откликация етті дейтін болсаңыз, мен сізді 30 май күні басталатын женский хитрости 4 күндік онлайн интенсив сабағыма шақырам. Бағасы бар болған 3500 теңге. Бір рет сатып аласыз, доступ навсегдаға беріледі. Өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытта көре аласыз. Керемет мүмкіндіктен қалып кетпеңіз. Психологиялық ойындар, разборлар, терапиялар, техникалар, практикалар жеке өзім өтіп, түсіндіріп, сізбен жұмыс жасап, ең бастысы сізді өзгертетін боламыз.